Azimбек. Çok aldına götür, Azimбек. Aldına götür. Dala sporda bo'lgandan keyin bunday joylar bo'lib turadi, mana. Әрине дұрыс бағытта қарамамыз керек. Бірінші тоғыз. Міне мұндай сәттер болып тұрады, ағайындар, жақсы сәт болсын. Жалпы кезекте или ең баста баланың ойын күші сау болсын деген ниеттеріңіз алдымен көресіздер. Өзінің көліктерін көрсетіп жатыр, соны жаңа Құран бәйге жеті шақыруда ойнағанда бірінші орын келген 9-шы нөмірдегі Болған Алма 9-шы жерге екінші болып келген 18, үшінші болып келген екінші нөмірді, 4-ші болып келген 10-шы нөмірді және 5-ші болып келген 34-ші нөмірді жүйектер тіркеліп Құран бәйгесінің 5 бәйгесін сарапқа салатын болады. Жалпы өздеріңіз бағалдап отырғандай бәйгеге қосылған, бәйгеден келген 5 атқа бәйге тігіліп жүздесі табысталады. Ардақтағай дала спорты болғаннан кейін, ұлттық спорт болғаннан кейін мұндай жағдайлар орын алып тұрады, ол қалыпты жағдай оған. Асыра баса назар салудың қажеті жоқ, мұндай жағдайлар болып тұрады, сол үшін ең бастысы шабандозымыздың өнер мүшесі Скорыйды, шөлге аяқ жақта бәрі. Басқаға скорыйды, ұштар жақта жібермеші. Ардақтағай сіздердің қазір. Ардақтағай дала спорты болғаннан кейін, ұлттық спорт болғаннан кейін ара-тұра мұндай жағдайлар орталықтан сол үшін оған таңғалып алмаса ұялы телефондар көрсетудің еш қажеті жоқ. Әрине түрлі жағдай болып тұрады, сондықтан ең басты шабандозымыздың 12 мүшесі сау аман есен біздің ортамызда. Есінші жыл ма? Ардақтағай бір өтмейді кейін ұшқыр бәйгенің 1-8 шақырымы бойынша 1-8 шақырымы бойынша додасын бастайтын боламыз, сол үшін баршаңызды алсын кетуге шақырамыз. Және сондай-ақ сәлемден біз топ бәйге, жорға жарыс, сынақ бәйге, ұшқыр бәйге жарыстары бойынша жеңімпаздарды марапаттаймыз. Әрине, қазанат атшабарда барлық қауіпсіздік жағдайлар жасалған, яғни қалалық жедел жәрдем медициналық орталығының мамандары дәрігерлері осында сондай-ақ техникалық топта қауіпсіздік жұмыстарда 100% қамтамасыз етілген қазіргі уақытта. Неге хабарлай берсін? Қалалық Ардақтағайын жедел медициналық жәрдемнің өкілдері дәл қазір шабандозға алғашқы көмек көрсетеді.